Апатай, маған көмектесші, жолды қара. Аяқ киімімді қалдырдым, жолдан қара. Батпағына малынып кетіп барам. Жалаң аяқ жалаңбас, итергендей қу батпаққа мені қара. Апатай, айтшы анау ел басына, көре ме, өздері келе ме, қарай ма? Апау, көз жасыма. Барған едім дос қызымның үйіне, қуанып тұрып, жылап тұрып, енді келмеймін деп айтты қызым. Жолың жоқ құрбысына, таң қалдым. Балалары ауырып звондады жедел сонау жәрдемге. Батпағына кіріп кетіп, екі айналды сол жерде. Көзімізбен көріп сосын жазып тұрмын. Жолдан жемеңіздер, сабақ болсын өзгеге. Аға, сізден сұрарым, ағаларым, бар шығар сіздерде. Біз сияқты балаларың, жолдан жеген ақшаны доғарыңдар. Біз сияқты жылап қалмасын балаларың. Ағайын, әділдік деген осы ма? Бір мейі жоқ, ағаларым шошыма. Не мынау халық деген тұрады ғой. Әбден біттіңдер, елімді сонша басына. Мен Асқанбайқызы Кәмшат, сіздермен бірге. Бұл Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылының орталық көшесінің бірі ғана. Балаларымыз сабаққа баратын кезде аяқ киімдері сол батпақта қалып, киімінен киімі жоқ, қазір не аяқ киім алатын ақшамыз да жоқ болып, сіздерге хабарласып тұрмыз. Ағайын, халқым, елім, сіздер көріп тұрсаңыздар, көмектесіңіздер.